Оралдағы Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежайға иелік ететін компанияның құрылтайшысы ауысты. 6 ақпан күні әуежайға иелік ететін Орал халықаралық әуежай компаниясы Орал Аэропорт Холдинг деген компанияға өткен. Ал бұл компанияның 3 құрылтайшысының бірі ресейлік Ретранс акционерлік қоғамы. Шишкин Лайк телеграм арнасының жазуынша Ретранстың ресейлік миллиардер Виктор Вексельбергпен байланысы бар. Ретранс аэропорты регион компаниясы арқылы Вексельберг жетекшілік ететін Ренова тобына тиесілі авиация активтерінде басқарады. Холдинге Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Дондаг, Ростов, Новый Уренгой, Петропавловск, Камчатский, Благовещенск, Орынбор және Тобыл әуежайлары кіреді. Ретранс акционерлік қоғамның ресми иесі Ренова компаниясының бұрынғы топ менеджері Владимир Резер. Вексельберг ақш станциясына ілінгеннен кейін әуежайларды басқаруды Резерге тапсырғаны түсінікті. Виктор Вексельберг Ресейдегі ең бай адамдардың бірі. Вексельберг Ресей президенті Владимир Путинге жақын адамдардың бірі ретінде Украинадағы соғысқа байланысты ақштың санкциясына іліккен. Азаматтық кодекске сай Қазақстанда халықаралық әуежайлар стратегиялық нысан. Жаңалықты естіген желідегі жұрт шекарада тұрған облыстың әуежайын көрші мемлекеттің компаниясына сату дұрыс емес десе, кейбірі стратегиялық нысанның батыс елдерінің санкциясына ілінген бизнесменге сатылғанына қарсы. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі стратегиялық нысан сатылған жоқ деп отыр. Әкімдік мәліметінше былтыр толық жөнделген әуежайды сенімгерлік басқаруға алған компанияда Ресей тарапының үлесі 49%. Компанияның негізгі қатысу үлесі Қазақстан тарапына тиесілі. Күні бүгін стратегиялық маңызы бар нысандар мемлекеттің меншігінде болып қалып отыр. Атап айтқанда, ұшу-қону жолағы Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің азаматтық авиация комитетінің теңгерімінде, жолаушылар терминалы, яғни әуежайдың өз ғимараты, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғам теңгерімінде. Орал әуежайы Қазақстанда шетелдіктер иелік ететін алғашқы әуежай емес. 2021 жылы Алматы әуежайының 85% акциясы Түркияның TAV Airports холдингіне сатылған. Қазақстандағы әуежайлардың көбі мемлекет қарамағында, бірақ мемлекеттік мүлік тізімі порталындағы мәліметке қарағанда елдегі 8 әуежай жуырда жеке меншікке сатылмақшы.